Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде желтоқсанның 21-і. Қазір сағат 13:40. Права тапсыруға барып жатырмыз. Бұйырса қайтадан үшінші права тесті өткізгенде 29 балл алдық. Бірақ ол кезде қатты асығыс болдым, өтірік белгілеп атып шықтым. Тексеріп, оны қайтта отқан жоқпын. Өйткені уақыт тығыздалып қалды. Сосын амал жоқ дейік. Тесттің уақыты емес, өзімнің уақытым тығыздалып қалды. Таңертең сағат 9-дан, сол күні системада да сбой болды. Таңертең сағат 9-дағы адамдар сағат 11-де кірді. Мен де как раз 11-де барып едім. Сол 3-ке таман кірдім ғой тестке. 3-ке таман кірдім, 3-те кейде звондады үйдегілер, ой, бір жерге барып өттік. Соны амал жоқ деп тапсырдым да шықтым. Бұйырса бүгін асықпай тапсырып, оның өзінде 29 балл алдым. Бүгін асықпай тапсырып, бүгін енді тапсыру керек енді точно. Өйткені ұят дейді. 4-ші попытка, бірақ енді жұрттар 6-шы, 7-ші, 8-ші попыткеге барған адамдар бар екен. Болмасына шүкір біздікі. Бірақ енді былай енді тапсыра алмайтын болсақ, сондай попытка дейді мүмкін барамыз бізде. Мынадай зимний не алып жалдым, дворник. Мынадай жақсы екен, өзінікі не нашарлау еді, алмайды. Мынау енді жақсы. Мына бір жігіт айтады, сол Operstyle D04 деген магазин алып едім, 20 теңгеден штугы. Грантаның бір жағы ұзындығы 600 мм, екіншісі 400 мм болады екен. Яғни 60 см, біреуі 40 см. Бір жігіт айтады, 3 жыл болды қолданғаныма, міне 3-ші жылдан кейін уже нашарлап тұр дейді, енді білмеймін. Оны онда 6,5 мың теңге, андай простой түрлерін алғам, сол 1,5-2 мың теңгеге. Онымен олар ұзақ жүрмейді, монау сияқты дейді. Мақтап жіберді, енді білмеймін, енді өзімде обычно осы қысқыны жақсы істейтін естідім, былай бір-екі жігіттен. Өзімде болды деп айта алмаймын, болған жоқ сияқты өзімде. Сол, егер де қысқа шығатын болсаңыздар, қысқы дворниктен қалай қысқы бұл жерде? Бұл жерде нағыз не? Қар жауады, ерейді, нағыз. Осындай сәті қой, қыстың уақыты. Міне, бізде қазір қар жауып тұр, еріп тұр. Дәл сол уақытта. Қазір біз енді кетіп бара жатырмыз, бұйырса, жолымыз болсын. Бүгін мен істеп жатқан компаниядан қызыма жаңа жылдық сыйлық берілді. Мана соны таңертең барып алып келдік. Сосын водительский удостоверение тапсырғаннан кейін, міне мынау қазір нарушать етті правила дорожного движения. Как минимум 30 метр болу керек екен. Қызық, жақсы, кеттік, жолыңыз болсын. Сіздерге де күндеріңізге сәттілік. Айтпақшы, андай жағдай кездесті маған кешеде, тап кеше. Короче, права неге перекрестик, осындай перекрестик. Осындай перекрестик, сосын оңға қарай бұрылатын жер. Бірақ нелерге, светофорға жасыл жанып тұр. Көліктерге яғни. И сосын адам өтетін жерден пешеход жүгіріп өтті. Сосын бір машина тоқтады, көк машина тоқтады, артынан ақ машина келіп түйді. Сол кезде кім кінәлі деген сұрақ келді. Мен алдымда пешеход деп басып жібердім. Оказывается, ол жерде ақ кінәлі екен. Өйткені енді правила соблюдать етпегеннен, бірақ енді дегенмен де қалай болғанда да пешеход қой, енді красныйдың өтіп кетіп тұр. Білмеймін енді ол қалай болады, не болады. Негізі сол кім пешеход емес, кім кінәлі екен. Ақ машина. Дистанция соблюдать етпеген үшін. Қызық сұрақтар көп ананың ішінде. Мен С1 категориясы және С1 категориясын тапсырып жатқаннан кейін кейбір сұрақтар жеңіл ауыр жүк көлігіне айналған. 3,5 тонна енді 3,5 тоннаға дейін В категориясы, С категориясы 7,5 тонна егер сатыс қылсам.
бар енді сондай сұрақтар. Кеттік, жолымыз болсын. Жігіттер, зимний деген былай тазартады. Дым қалдырам жоқ. Мына жақта да ешқандай қалдырған жоқ. Дәл осындай нотада келесі жалғастырамыз. Мен сіздердің қарап отқандарыңызға өте қуаныштымын. Видеоролик көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Егер ұнап жатса, лайк, комментарий және тіркеліңіздер. Жаңа жыл қарсаңында барлық движениелер көп болып жатыр. Анда мұнда бір жағынан бізде қар өте қатты жауады. Сол себептен кішкене жай жүреміз және арақашықтық сақтаймыз. Қазір біз үй жаққа бара жатырмыз. Қазір бірінші офиске соғып кетеміз. Сосын офистен бізге кішігірім сыйлық берді. Оны видео салатын боламын және мен 15 мың теңге Сулпаққа сертификат беріп жатыр. Яғни 15 мың теңгенің сатып алуға болады, 15 мың теңгеге дейін. Алдыңғы жылдары негізі азық-түлік дүкендерінен берген. Қала бойынша Дина және Анвар деген екі үлкен бізде азық-түлік дүкені бар. Және Анвардан, сол постоянно Анвардан, әрдайым тек Анвардан беріп жатыр. Осы жол Сулпақтан беріп жатыр. Арасында сөйтіп техникадан да беріп тұратын кездер болады. Жаман емес, әрине күшті. Олай істеп жатса, әрине күшті жағдай. Қазір енді офиске барып соғып кетеміз. Сағат қазір 17:07. Офис сағат 6-ға дейін жұмыс істейді. Үлгеретін шығармыз. Уже жақын, мына жерден 2-3 минуттық жер негізі. Мына газельді жіберейік. Мына жағы қазір мына полосада разворот емес, солға қарай бұрылады. Ағайынды Жұбановтарға кіреді. Газельдің өзі. Ай жақ полосында кірердің қажеті жоқ негізі. Осы ортамен жүре берген дұрыс. Немесе оң жақ полосамен. Газельдер кәдімгі легко сияқты шулдар жоқ, молодец. Бұйырса біз де сөйтеміз. Егер газель алып жатсам, мен де сөйтіп үлгерем шығар. 7, 6, 5, 4, 3 үлгердік. Осы ортаңғы жолақпен жүре береміз. Бүгін жаңа тапсырдым, тағы да 29 ұпай алдым. 29 балл алдым. Тағы да жетпей қалды. Онан да 29 алдым, асығып отырып. Осында да 29 алдым. Өйткені бұда өте кездеспеген сұрақта келді. Сол себептен 29 балл алып қалған сияқтымын. Қазір канцелярский товарға соғамыз. Сосын бірінші офиске соғып жатып кетеміз. Канцелярский товарға соғамыз. Бұл жақтан плакат аламыз да, сосын продуктовый азық-түлік дүкенінен соғып, ол жақтан нан алып, сосын үйге қарай қайтатын боламыз. Хавейл қызыл әдемі, бұйымға X7-ге ұқсайды ма бірдеңе. Қытайлардың машиналары күшті болып жатыр, байқадыңыздар ма? Рынокке, нарыққа деген дұрысынан кірді ғой, Қазақстан мен Ресейдің нарығына. Бір-бірден кірмей 7-8 модель бірден кірді ғой. Джаккер, Чанган кірді, X7 деген кірді. Бізде даже тіпті біздің Ақтөбе қаласының өзінде орталығы бар ғой, сервис орталығы бар. X7 деген кірді. Қазір мүмкіншілік болып жатса, жоқ оны көрсетілмеймін, ол жолмен кетпеймін екен. Ол жолмен кетпеймін. Оның машина жақсы жолмен болсын. Кеттік. Баршаңызға кеш жарық. Бүгін бізде 21 желтоқсан. Қазір
көптен бері желге шықпадық. Қазір енді желге шығайын деп жатырмық. Менде промокод бар екен. Яндекс промокод берген екен маған. Міне қызметтің төмендетілген комиссиясының 1 сағат арасында 1 сағат ішінде, сервис комиссиясы 1 сағат ішінде 1 теңгені құрайды дейді. 24 қаңтардың 2023-не дейін. Соны қолданатын боламыз. Қазір қолдану 23 желтоқсанға дейін промокодты енгізу жатыр. 1 сағат. Қандай промокод ал? Қолдану 23 желтоқсанға дейін промокодты енгізу. Қандай промокод енді? Берілді ғой маған. Артыққа. Желіге шықпады мен әлі. Фото бақылау, промокодтар. Промокодты қызметтілі төмен. Артыққа. Промокодты енгізу. Қазір техникалық қолдауға жазамыз онда. Кейін қайта бар. Қате орын алды, операцияны кейін қайта көріңіз. Қайта бастап көру. Енді басты бетке оралу, чат. Яндекске де жаздым. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істемей тұр. Мұна да жаздым. Өзіміздің таксопаркта ояқта тып-тыныш. Амал жоқ. Жұмысқа кірісетін боламыз. Мен көптен бері жұмысқа шыққан жоқпын. Коэффициент 100-ден 250-ге дейін. Қала бойынша мына жерлер қатты пробка. Әлия Молдағұлова даңғылы және Әбілқайыр хан даңғылы, Санкой Батыр даңғылы, Нокина даңғылы, мықты пробка болып жатыр. Мына жерлер Кольцово кіретін, Заречныйға кіретін жер, Қарғалы ауданына қарай өтетін жерлер. Қазір жұмысқа кірісетін боламыз. Мына билеттер келіп жатыр. Жаңа сатып алған билет 2 билетте қазір тоқтағанда. Мен Яндекстен кез келген тапсырысты ала беремін. Өйткені маған біраздан бері жұмыс істеген жоқпын. Сол себептен маған өте ақша керек. Қажет, қатты қажет. Ақша. Ешқандай тапсырыс жоқ. 40-ші жол айрығы Дастан. Ол үшін біздер мынау сигнал ары қарай кетеміз екен. Баруға дейін 4 километр. Ал одан тапсырыс ары қарай 7 километр, 8 километр екен. Кеттік жолымыз болсын. Бірінші тапсырыс, алғашқы тапсырыс. Осы жерден тапсырыс түсіп тұрмын. Негізі мен арманым еді осындай жерде жұмыс істеуге, мынадай газель айдау немесе фура айдау. Бұлай оңай емес негізі, әрине. Келсем, толықтай. Бірақ сол жақта ақша тауып кішкене. Таксиді де көрдік, мүмкін газельді көрейік деп ойлаймын. Не айтады екен, мына жігіттен екен? Зета дейді, Зетаның склад болып тұр. Корпоратив тариф міне 1130 теңге шықты. Қазір енді келесі тапсырыс. Нұрғасыр мешіті. Кеттікті бассам, біз мына жақпен шығып тұр. Негізі ар жақпен шығып тұрбады. Ладно. Расында да жақпен шығып тұрбады. Мына жерден қазір тағы керейін аламыз. Сосын жаңағы аялдамаға барамыз, Перекресток. Біздің Ақтөбе қаласы қалай ғашық болмайсың, өте әдемі ғой, иә. Бізде Нұрдәулет, қазір бара жатқан Нұрдәулет мешіті менде. Қазір сол жаққа бара жатқан колесо обозрение. Мына жағымызда Кевин Сити, ДТП мана болып жатыр еді әлі тұр. Мына жерде 20 қабатты үйіміз. Әдемі, иә. Өте әдемі қала ғой бізде. Мына жерде Макдональдс жабылып қалды, бірақ қазір. Және азық-түліктерді негізі неден алып жатыр екен? Ресейден алып жатыр, санкцияға байланысты жабылып қалған дейді. Білмеймін енді қаншалықты рас екенін. Рас шығар енді. Фура кезетін Әбілқайыр хан. Қазір Әбілқайыр хан даңғылымен келе жатырмыз. Өте әдемі Ақтөбе қаласы. Бұл тапсырыс соңында Қанварға келдік. Осылай істеймін. Ана кілтті алып шығып шыққанша. Жабылды.
бисквичі досып сияқты ғой тек өзіміздің досым гипермаркетинг осы жердегі Нексе пиццада жұмыс істедім мен Нексе пицца андай осында жұмыс істедім Нексе пицца қандай әдемі очередь көп қой кәдімгідей мен негізі машинаға не аламын деп едім толықтарға қарай тұрып